Святослав Вакарчук милли ерларове классик шах эсерлер. Украин пайтахтынын мерkezінде ерлаган шардыванлар месымы башланды. Былтыр оларны там реконструкциясы япылған еді. Чешмелернің бірчоқ механизмы денаштырылды ве 18 акустик система 600-ден зиеді ярық диоды қошылды. Репертарыны Киев сәкенлері рейберу вастасынен сайлады. Мустақылық мейданында шардыванлар да не ақында ерлай. Мұхберіміз біле. Репертуарда рок, классика, милинах миллер буси не джедвельгеда чохзима нили Украин ижраджасы көрсетілді. Аниточка, тебе нравится фонтанчик? Аниточка, чешмеде эн чухняны бегенесін. Ярық сачханыны. Балалар үшін бұл әрді импек мерақлы и жанлыдыр. Богемская рапсодия, я уже ее... Рапсодияны энді екіншісіне сейірітем айықлеві бойынча эн тесерледір. Эм жамалыныды ишітмек пек мүнін олдым, чүнки ой Евровидение ярышының халі бұдыр. Мария Дуня бойынча сияхат әті бір чоқ музыкалы шардываны көргенеді, ама мемниетле туған Киевіндеді оларға бақмаға келді. Дубайда көргенедім чешет мемлекетлерді әлбетті ки анда олар ейже, ама бізді пек қалышмаймыз. Менімже бұнен ғұруланмақ керек. Бұл шерінің зерет варақасыдыр. Энді еді елдывамында олені Алманияда яшай. Айтқаны кебе сөңке сефер келгенде таблалар чалышмайды. Шының үшін бөле бір шоу. Оның 5 яшында оғлы үшін қош бір сюрприздір. Детский восторг. Бала и жаны евлят вақтылыдыр. Инанылмаз бір манзара. Реконструкциядан соң шардыванлар бар күчінен ойна башлады. Балабан таблада суғын ең yüksek ақымны 35 метрге еті. Күчік сөйлерді 15 метрге. Бұл кебе шоу майданда майыс айындан сентябрьге қадар ақшам вақтында көрсетілежек. Тамара Каноненко, Максим Градобык, ЮАТВ.